Сәлем, бүгін орама жасауды ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де жаңадан рецепттер болады. Ең алдымен нанымызды бұқтырамыз. Ол үшін бір жұмыртқаға тұз қосып, су құйып жақсылап араластырамыз. Un қосып, қамыр илейміз. Илеген қамырымызды 20 минутқа салафанға салып қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Фаршқа пияз, сәбіз қосып, картошка қосып, тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Нанымызды 5-6 бөлікке бөліп аламыз. Оны доңғалатып, 10 минутқа қойып қоямыз. Нанымызды жұқағып жаямыз. Жұқағып жайып алған нанымызға сұйық майды жағып шығамыз. Үстіне салмасын салып, видеодағындай көрсетілгендей қылып орап шығыңыздар. Буға 45 минутта пісіріп аламыз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліңіздер.